Не үшін кешірімге мұқтажбыз? Қуанышың аз уақытқа созылсын десең, кек ал ұзағынан сүйіндірсін десең, кешір. Егер өмірде ғафу ету, кешіру ұғымдары болмағанда не болар еді? Егер біз адам жанымен байланысты мұндай ұғымдарды білмегенімізде, немесе мұндай ұғымдар ой санамызда мүлдем болмағанда қандай күйде болар едік? Өміріміз, ой өрісіміз, іс-әрекетіміз, қоғамымыздың жағдайы, көтерер ауыртпалығымыздың ауқымы қандай болар еді? Мұндай өмірге ары қарай төзе аламыз ба? Алла тағаланың бізге сыйлаған нығметтерінің бірі, өмірімізге кешіру сынды құндылық берді. Мұны адам жаны құп көріп, қабыл алатын ұғымдардың біріне айналдырды. Тіпті бұл ұғымды мәжбүрліктен емес, адамның өз еркімен ұмтылатын сипат қылды. Содан Алла бұл нығметін толықтырып, оны шариғи ұғымдардың қатарына қосты. Адамзатқа бұл сипатты ұнамды етті. Құран аятында кешірулерің тақуалыққа жақынырақ делінген. Бұл жерде әділетсіздікке ғана кешірім таныту емес, сонымен қатар шариғат бекіткен құқығың ескерілмеген кезде кешірім танытуы меңзелген. Кешіру үлкен кемелдіктің белгісі. Адамның абыройын асқақтатады. Кешірімді болу ұғымынан алыс қоғам қатыгез қоғам саналады. Ондай қоғаммен өмір сүру қиынның қиыны. Яғни жағымсыз қасиеттерге белшесінен батқан қоғам. Өйткені адам жағымсыз қасиеттерге бой алдырған сайын теріс, жөнсіз іс-әрекет көрсетеді. Кешірімді орнықты, байсалды, ынсапты жан ғана танытады. Құранда үлкен күнәлардан һәм арсыздық атаулыдан іргелерін аулақ салғандар ашуланған кезде кешірімділік танытады деген аят бар. Көбіне адам баласы ашуын білдірген соң, ызаға толы іс-әрекеттер көрсеткен соң барып кешірім танытып жатады. Алайда біз бірден кешіруге дағдыланып, бұл сипатқа сай іс-әрекет етудің жолын түсінуіміз керек. Ол жол Құранда былай көрсетілген. Алайда кім сабыр етіп, кешірімділік танытса, шүбәсіз, бұл табандылықты талап ететін істерден делінген. Яғни, адамға оңайлықпен бұйырмайтын, еңбекті қажет ететін салмақты істер шынайы ниетсіз, табандылығы жоқ адамдар арқылы жүзеге аспайды деген мағынада. Сен біреуді кешірген кезде, ең бірінші ұтатын өзің. Өйткені сені алаңдататын, мойныңа жүк болатын, ақыл ойыңды шаршататын барлық дүниелерден құтыласың. Ішің жағымсыз сезімге, ренішке толы болса, немесе жек көріп тұрсаң, немесе кек қайтарғың келіп тұрса, қандай да бір ісіңе кірісе алмайсың. Жаның жақсы көру, риза болу көгіне көтеріліп самғамайынша істеген ісіңнен өнімді нәтиже шығара алмайсың. Біз нашар мінез батпағына аунап жатып алып, ескі әдетке толы кезеңнен шықпай, түбінде рухани тоқырауға түспес үшін кешірімді болуды үйренуге мұқтажбыз. Кешірімді болуға зәруміз. Өйткені біз өмірімізді күн сайын жаңартып отыруды қажет етеміз. Әрине, оны кешірім етумен жаңартқанымыз жөн. Шын мәнінде бір рет қана берілетін өмірді талас тартысқа толы кезеңмен өткізбегеніміз жөн. Өмір өте терең алаң. Өмірді пайдасыз, ұтымсыз дүниеге жұмсамау керек. Өмір қас қағым сәттен де тез өте шығатын нығмет. Сол үшін кешірімді болуды үйренсек, игі болмақ. Қазіргі таңда қоғамның қателескен, жаңылған азаматын жек көріп, әрбір адамның әлеуметтік желіде оны сынап, мінеп жазба қалдырып жататынына куәміз. Мінеп сынап жазба қалдырғанда өзінің де қате кемшілікке бой алдыратынын ұмытып кететіні өкінішті. Әрбір адам қателескен азаматты мінегені соншалық, тіпті оның отбасына тіл тигізеді. Сынның астында қалған ондай азамат қоғам алдында ақталуға, әрине, дәрменсіз болады. Нәтижесінде жақындары онымен бірге өмір сүруден қысылады. Мұндай жөнсіз әрекетке бой алдырған кезде, шүбәсіз, мырзамыздың бізге өсиет еткен мейірім, жанашырлық сияқты адами құндылықтардан айырыламыз. Мәселен, пайғамбарға арақ ішіп қойған адам әкелінген кезде, арақтан тыю мақсатында оны ұруды бұйырады. Сонда сахабалар, арамызда оны қолымен, аяқ киіммен ұрғандар болды. Жазасын алған кісі кетіп бара жатқан кезде, бір ер адам, бұған не болған? Алла оны қор қылсын, деп айтып қалады. Сол кезде пайғамбарымыз, бауырларыңа қарсы шайтанға жәрдемші болмасаңдаршы деп айтты деген. Қоғамдағы ара қатынас сақталып, жақсылық пен ізгілік үзілмей, бір-бірімізді жақсы көріп, бірігіп қоғам құрып, құлшылықтарымызда, іс-әрекеттерімізде бір қарыс болса да бірімізден біріміз алшақтамай бір сапта күн кешу үшін кешірімді болуға мұқтажбыз. Расында ғафу ету, кеңшілік таныту сияқты рухани құндылықтарды үйреніп, оны үйретуге, қоғамға оны дұрыс ұғым ретінде жеткізе білуіміз қажет.
Аталмыш рухани құндылықтардың жеке тұлғаға да, қоғамға да берер оң нәтижесін түсіндіргеніміз жөн. Біз бұл өмірде жалғыз өмір сүріп жатқан жоқпыз. Мен қоғаммен, қоғам менімен бірге күн кешіп жатыр. Сол себептен бір-бірімізге ғафушыл, кешірімшіл, кең болып, жаңадан түлеп шығуымыз керек. Қандай істерге кешіріммен қарау қажет? Арзан сөздерді дереу кешіре салу керек. Достоевский. Өмірімізде біз дағдыланып қалған ескі ой-өріс, іс-әрекет көп. Біз оларға белгілі бір мақсат үшін емес, олардың өмірімізде бар болғанына әдеттенгенбіз. Кейде біз осы бір маңызды мәселенің есімізге салынуын қажет етеміз. Біз әдеттенген ескі ой-өрістің немесе іс-әрекеттің жалғасын табуы, оны өзгертудің қажеттілігін бізге ұмыттырады. Бұл еңбегіміз арнайы осы тақырып үшін әзірленген десек болады. Өмірде қандай да бір жайтқа ашулану керек деген пікірге әдеттеніп қалуың мүмкін. Белгілі бір адамды кешірмеймін немесе бір кісінің саған көрсеткен іс-әрекетін, бойындағы сипатын мүлде қабыл алмаймын деген пікірге үйреніп қалуың мүмкін. Өзіңді шектен тыс кінәлі сезіну әдетінен арыла алмауың мүмкін. Осындай жағдайда өзіңді, жан дүниеңді қайта түзеуге тырысып, уақыт өте ұмыт қалған бойыңдағы өзіңе белгілі кемшілікке назар аударуың мүмкін. Күш-жігер салмайынша кешірімді болу қиын. Жақсы қасиетке жету жолында талпынарсың. Бірде кешірсең, бірде оны кешіре алмай қалуың мүмкін. Алайда өміріңнің соңына дейін берілме. Кешірімді болу үшін күн сайын өз нәпсіңмен күрес. Сонда кешіру қасиеті бойыңда біртіндеп қалыптасып келе жатқанын байқайсың. Кешірім таныту кей жағдайда жеңіл болып, ал кей кездері көрсете алмай, қайтадан кері кетуің мүмкін. Бірақ сен ешқашан берілме. Кереғар сезімнен туған жан жарасын, жүрек дертін емдеп, өзіңнің болмысыңды, тұлғаңды қабыл алып, өз түр-сипатыңа және өміріңе, сүріп жатқан күніңе риза болуың үшін, кешірімді болуға бар күш-жігеріңді сал. Жаныңды жаралаған барлық ауыртпалыққа кешіріммен қарауға тырыс. Нәпсіге жақпайтын қандай да бір жайттан, іс-әрекеттен, сын пікірден ауырсынуың, мазаң қашуы, кешірімшіл болуға мұқтаждығыңның белгісі. Өткен шағыңдағы қате кемшіліктеріңе, мазаңды қашырған ауыртпалықтарға, өмірде жағымсыз әсер қалдырған дүниелерге кеңшілікпен қара. Болмысыңды, тұлғаңды қабыл алып, оған кеңшілікпен қарамайынша, өзіңді жақсы көре алмайсың. Өмірде белгілі бір себептің, жағдайдың әсерімен саған қаталдық танытқан ата-анаңа, мұғалімдеріңе кешіріммен қара. Бәлкім олар, сен ешқандай қателік істемесең де білместікпен, пендешілікпен саған қаталдық көрсеткен шығар. Сен сол кезде олардың мұндай іс-әрекетке барған себебін түсінбеуің де мүмкін. Алайда сен қазір олардың іс-әрекеттеріне мың түрлі жауап іздеп, оларды ақтайтындай пайым парасатын қалыптасуда. Қандай да бір пенделердің жағымсыз оқиғаларын естіп, оларға жек көрініш сезімің оянған соң, оларды іштей кешіре біл. Саған зиянын тигізбеген ондай бейбақтарға кешіріммен қара. Олардың істегендерінен ішіңді кек кернесе де, өштесу керек деген ойдан аулақ бол. Бір кісі туралы жағымсыз оқиғаны немесе достарыңнан бірінің нашар әрекетке бой алдырғанын естігеніңе бола, жек көріп, іргеңді аулақ салу, трагедия. Бұл мәселені түсінуің үшін, олардың пендешілікке бой алдырғаны сияқты кезінде, сен де пендешілікке бой алдырғаныңды есіңе алуың жеткілікті. Достарыңа кешірімді бол. Егер олардың саған зияны тисе, оларды сені сыннан өткізер өмірдің бірнеше кезеңдері деп біл. Олармен өткізген өміріңнің шақтарынан сабақ ал. Сені алдаған адамдарға да кешіріммен қара. Ал егер оларды кешіре алмасаң, онда оларға өмірдің саған берген сабағы және өмірден алған тәжірибең ретінде қара. Өміріңдегі өткен келеңсіз оқиғаларды іште сақтаудың қажеті жоқ. Жаныңа ауыр тиген өткен оқиғаның қайталануына жол бермеуге тырыс. Оны қайта-қайта еске алып, өзгелерге айта берме. Жеке бас сәтсіздіктеріңді еске ала берме. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, тіпті 50 жыл өтсе де, жанын жаралаған бұрынғы оқиғаларды қайта-қайта еске ала беретін адамдарды білемін. Олар әр кез өткен жан жарасының бетін ашып, асқындырып, оны қан мен іріңге айналдырады. Өткенді айта берме. Сонымен қатар еш нәрсе болмағандай ұмытып та кетпе. Өткеннен сабақ ал. Өйткені мүмін адамды жылан 2 мәрте шаға алмайды. Яғни, бір істеген қателігін қайталамауға тырысады. Адамдардың маған істегендерін ешқашан ұмытпаймын деп айтқан небір уәделеріңді қой. Сен олардың істегендерін ұмыт, бірақ сақтан.
Сақтықсыз құр ұмыта салу зардабын тигізуі де мүмкін немесе оң нәтижемен аяқталуы да мүмкін. Бұл енді таңдауыңа қалдырылатын іс. Басыңнан кешіріп жатқан жайттарға кеңшілікпен қара. Туып, өскен кездегі өмірлік жағдайларды, оқиғаларды тек Алланың тағдыры деп түсін. Негізінде, біз тағдырда жазылған жақсылыққа иман келтіріп, ал онда жазылған жамандыққа иман келтіруді ұмытып жатамыз. Өміріңде өткерер түрлі жағдай, оқиға сені жетістікке жеткізіп, өміріңе ерекше көрініс береді. Егер ол болмаса, өмірің еш ерекшелігі жоқ, жай бір оқиға болма. Ата-бабаларыңа да кешіріммен қара. Олар өз уақыттарына сай ең абзал шешім қабылдады деп түсін. Ата-бабаларыңа да кешіріммен қара. Олар өз уақыттарына сай ең абзал шешім қабылдады деп түсін. Қазіргі таңда ата-бабаларыңның себебімен зая болды деген дүниелерге кеңшілікпен, кешіріммен қара. Олар бір жерден көшті ме, немесе бір жерді қоныс етті ме, қандайда бір әдет ғұрыпты ұстанды ма, әлде одан айырылды ма, олардың саған қалдырған геніне, қандайда бір істерді елемеді ме, әлде оған мән берді ме, мұның бәріне түсіністікпен қара. Кешірімді болу жаныңмен біте қайнасып кетсін. Тағдырыңда жазылған нәрсе сені айналып өтпейді. Ал тағдырыңда жазылмаған нәрсе саған бұйырмайды, тимейді. Кешірім танытудан басқа амалың қалмаған кезде кешіре біл. Басыңнан кешірген кері әсерлерді қабылдап, одан сабақ ал. Өмірді қиындыққа, сынаққа жасымай сүр. Жағымсыз ой мен сезімнің бойыңа тараған оы ешқашан саған дұрыс шешім қабылдауға мұрсат бермей. Бәлкім сен кереғар ой-пікірлердің санаңа орнығып алғанын ұмытып кетуің мүмкін. Алайда сен қазір бар пайымыңды, ой-санаңды кешірім ұғымына бағытта. Осылайша сен асыл жаратылысыңа, әуелгі сау болмысыңа ораласың.